Қайырлы күн, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылар, құрметті Қақпақ ауыл округінің тұрғындары. Бүгінгі есеп кезеңде 2020 жылы Қақпақ ауыл округі әкімінің атқарған жұмысын есеп тыңдалады. Сонымен қатар ауданда атқарылған жұмыстар бойынша есеп беріледі. Бірінші кезекте ауыл әкіміне сөз береміз, одан кейін бейнеролик тамашалайсыздар. Өткен жылы атқарылған жұмыстар бойынша. Кейін мен қысқаша баяндамамнан кейін сұрақ жауаптарға көшетін боламыз. Осында регламентпенен жұмысты бастасақ, олай болса, сөз Қақпақ ауыл округі әкімі Заитов Мақсат Тастанұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті әлеуметтік желі пайдаланушылары және Қақпақ ауыл округі тұрғындары. Елбасы Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдерінің, ұлттық жоғары оқу орындары, ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы 2016 жылғы 5 ақпандағы нөмір 190 жарлығына сәйкес барлық деңгейдегі әкімдер есеп беруде. 2020 жыл әлем халықтары үшін үлкен сынақ жыл болып өтті. Коронавирустық пандемияға біздің жоспарлы тыныс тіршілігіміздің көптеген басымдықтарын өзгертті. Бұл дегеніміз көптеген мәселелерге басқаша көзбен қарауға мәжбүр етті. Еліміз әлемнің басқа мемлекеттері сияқты карантиндік режимге және шектеу шараларына байланысты үлкен қиындықтарды өткізді. Осы сын қатерлерге қарамастан мемлекетіміздің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ету, жұмыс орындарын қамту, жаңа жұмыс орындарын ашу жұмыстары жүргізілді. Қақпақ ауыл округі әкімінің 2020 жылдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстарына тоқталып өтсем. Жалпы Қақпақ ауыл округі көлемінде 3 елді мекен орналасқан. Аталған 3 елді мекенде 1100 отбасында 7059 халық тұрады. Елді мекендерге жеке тоқталсам, Қақпақ елді мекенде 873 отбасында 5611 халық, Заңғар елді мекенінде 165 отбасында 972 халық, Сырлысай елді мекенінде 98 отбасында 476 халық тұрады. Осы ауыл округі тұрғындарының ішінен 510 зейнеткерлер, 15 Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілгендер, 6 ауған соғысына қатысқан жауынгерлер және 300 батыр ана тұрады. Жалпы батыр аналар 13, 93 алтын алқа иегерлері, 194 күміс алқа иегерлері. Ауыл округі аумағында жалпы білім беретін 3 мектеп орналасқан. Осы 3 мектепте 1865 оқушы бар. Ауыл округ көлемінде жалпы 216 мүгедек бар. Оның бірінші, екінші топтағы мүгедегі 109, үшінші топтағы мүгедегі 70, 16 жасқа дейінгі мүгедектер 51. Ауыл округ аумағында 1 мәдениет үйі, 1 кітапхана, 1 дәрігерлік емхана, 3 фельдшерлік акушерлік пункт, 2 мешіт жұмыс жасайды. Салық төлемдері бойынша 2020 жылдың қорытындысымен ауыл округіне түсетін 5 салық түрлері толығымен 100%-дан аса орындалды. Салық төлемдерінің санаттарына жеке-жеке тоқталсам, табыс салығы 1.065.000 теңге жоспар болса, 1.077.600 теңге түсіп, 101,2%. Мүлік салығы 247.000 жоспар болса, 248.900 теңге түсіп, 108%. Жер салығы 607.000 жоспар болса, 609.200 теңге түсіп, 104%. Жеке тұлғаға көлік салығы 7.071.000 жоспар болса, 8.552.400 теңге түсіп, 121%-ды құрайды. Заңды тұлғаның көлік салығы 47.000 жоспар болса, 47.200 теңге түсіп, 104%-ды құрады. Жалпы ауыл округ көлемінде 2016 жылдан бері тартылған инвестицияларға тоқталсам, 2016 жылы 251.343.000 теңгеге, 2017 жылы жалпы 458.446.000 теңгеге, 2018 жылы 419.217.000 теңгеге, 2019 жылы 635.782.000 теңгеге, 2020 жылы 593.338.000 теңгеге. Жалпы осы 5 жылда ауыл округіне 2.359.1
126 мың теңге инвестиция тартылған. Ауыл шаруашылық саласы бойынша Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы, тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлері күні кәсіби мерекесі аясында ірі қара мал еті өнімдерін қайта өңдеуден ауыл округі озат ауыл округі болып танылды. Қақпақ ауыл округінде 2020 жылдың ауыл шаруашылық инвестицияларының өсімі бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ауыл шаруашылық техникаларын алып, Мұсырәлиев Тастемір пайдаланудағы үйіргелік жеріне 18 миллион теңгеге сыйымдылығы 100 тонна көкөніс сақтау қоймасын салып, қазіргі таңда жалпы сумасы 205 миллион 800 мың теңге инвестиция тартылды. Сонымен қатар агроқұрылым төрағалары Самғау жауапкершілік шектеулі серіктестігімен келісім шартқа тұрып, күздік бидай егілген алқаптарға Финес-Лайт химикатын өңдеу жұмыстары жүргізілген. Жеңілдетілген бағада Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 30 тонна амафос, 15 тонна карбамид, 5 тонна көлемінде аммиакты селитра тыңайтқышын, бағаналы өндіріс кооперативі 33 тонна аммиакты селитрасын алып пайдаланды. 2020 жылға жоспар бойынша ауыл округіне 100 гектар жерге жаңбырлатып суғару технологиясын енгізу бойынша тапсырма берілген. Нәтижесінде жаңбырлатып суғару технологияларын орнату бойынша Қызылқия ауыл округіне қарасты Балтайып естібі жауапкершілік шектеулі серіктестігімен келісімшарт жасалынып, тапсырма толығымен орындалды. Ауыл округінде егістік жерлерді игеру 2020 жылдың қорытындысымен 3 шақты келісімшарт бойынша тапсырма 4050 гектар болса, 4050 гектар жер игеріліп, тапсырма 100% орындалып отыр. Бір алқаптан 2-3 өнім алу бойынша 93 гектар жерге өнім алып, 2 өнім алу жоспары іске асырылды. Егістік жерлер игерусіз қалмау үшін негізінен тәлімі егістік жерлерде ұсақ агроқұрылымдар бірігіп жұмыс істеуде. 2021 жылдың өнім үшін 1360 гектар күздік бидай егілді. Ауыл округі көлемінде жалпы жер көлемі 14259 болса, одан егістік жердің барлығы 4682 гектар, оның ішінде суармалы жерлер 2406 гектар, шабындық 1368 гектар, жайылым 5483 гектар, бау-бақша 622 гектар, өзге де жерлер 1589 гектарды құрап отыр. Ауыл округ көлемінде шаруашылық жүргізуші субъектілер санына тоқталсам, яғни бір мемлекеттік жасыл желек мемлекеттік мекемеміз бар, 11 өндірістік кооператив, 9 жауапкершілік шектеулі серіктестік, 237 шаруа қожалығы, 23 кіші кәсіпкерлік объектілер орналасқан. Мал шаруашылық саласы бойынша ауыл округ көлемінде 2020 жылдың қорытындысы бойынша барлық ірі қара 4967 бас болса, одан сиыры 3476, барлық қой ешкі 18839 басты құраса, одан аналығы 13187, жылқы 2077 бас болса, одан биесі 1453, құс 4741 болса, одан мекені 3615. Ауыл округ көлемінде жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында күл, сібір жарасы, аусыл, қан сигек және тағы басқа ауру түрлеріне екпелер егіліп, құрт ауруына қарсы анықтау, сарып ауруына сынамалар алу жұмыстары жүргізілді. 2020 жылы ауыл округ көлеміндегі малдарды сырғалау компьютерлік дерекқор базасына енгізу жұмыстары бекітілген кестеге сай 100%-ға орындалып отыр. Қырым қанды безгегіне қарсы малдарды бүрку, шомылдыру және дезинсекция жасау жұмыстары көктем, күз айларында 49848 бас уақ малы шомылдырудан, 8705 ірі қара малы, 1500 бас жылқы кенеге қарсы бүркуден өткізілді. Ауыл көлеміндегі мамыр, маусым, тамыз айларында 780 үйдің 310.920 шаршы метр ауласы, қора қопсылары энзотиялық ауруларға қарсы дезинсекцияланды. Сондай-ақ бүгінгі күнге дейін 225 қаңғыбас иесіз ит, мысық жойылды. Кәсіпкерлік саласы бойынша ауыл округінде мал бордақылаумен айналысатын 450
Жеке тұлғалар 1200 бас ірі қара, 2000 бас уақ мал, 350 бас жылқы бордақылап, халықты етпен қамтамасыз етіп отырды. Ауылдың экономикалық жағынан дамуымен мал бордақылауды іске асыру бағытында ауыл көлемінде біршама жұмыстар атқарылуда. Яғни Қарқын 2030 жауапкершілік шектеулі серіктестігінің негізгі өндірісі мал бордақылау және Нарле маркалы ет өнімдерін өндіру. Соңғы заманауи технологиялармен жабдықталған цехта шұжықтың 52 түрі өндіріліп, 180 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Өндіріс қуаттылығы күніне 10 тоннаны құрайды. Кәсіпкерлік бөлімімен түзілген 3 шақтама келісім шартқа сәйкес ауыл округінен ұсынылған 5 шағын жоба толығымен орындалды. Жеке тоқталсам, яғни 1 жанар жағармай құю бекеті, 2 аралас заттар дүкені, 1 дәріхана, 1 ауыл шаруашылық тауарларын сақтайтын қойма іске қосылды. Білім саласы 2020 жылы ауыл округі бойынша 89 оқушы жалпы білім беру мектебін бітіріп, соның ішінде 83 оқушы ұлттық бірыңғай тестке қатысып, Қақпақ ауыл округі бойынша орташа 64-9 балл жинақтап отыр. Балапан бағдарламасы мектепке дейінгі мекеме және шағын орталықтар бойынша ауыл округінде Қарлығаш мемлекеттік балабақшасында 140 бала, Әміркүл жекеменшік балабақшасында 100 бала, Зинатапа жекеменшік балабақшасында 100 бала тәрбиеленіп келеді. Денсаулық сақтау саласы бойынша Қызылтаң дәрігерлік емханасының қарамағында 1 фельдшерлік акушерлік пункт, 2 медпункт бар. Емханада жалпы 3 дәрігер, 15 мейірбике, 1 акушер, 1 фельдшер жұмыс істейді. Қызылтаң дәрігерлік емханасында 4 төсек орындық күндізгі стационар жұмыс істейді. Емделген аурулар саны 231, емделген төсек орны 1617. Аурушаңдық көрсеткіштері бойынша бүгінгі таңда ауыл округ көлеміндегі тұрғындар арасында көп кездесіп отырған ауру түрлері: ересектер, жүкті әйелдер арасында анемия аурулары, балалар арасында жоғарғы тыныс жолдары аурулары, бүйрек аурулары, экинокоз ауруымен 3 азамат ауырып есепке алынған. Жоспар бойынша профилактикалық байқау жұмыстары уақытылы жүргізіліп келеді. Әлеуметтік сала бойынша 2020 жылдың қорытындысымен Қақпақ ауылы округіндегі мүмкіндігі шектеулі 7 азаматқа қоларба берілді. Ауыл көлеміндегі 38 азамат, яғни зейнеткерлер мен мүгедектер бюджет есебінен ардагерлер үйі, мейір, керуен, сарағаш, береке демалыс орындарына жолдама арқылы барып тегін демалып қайтты. Мемлекеттік атаулы көмек бағдарламасы бойынша отбасының белсенділігін арттыру, әлеуметтік келісім шарты негізінде табысы аз отбасыларға көмек көрсету мақсатында Қақпақ ауылы округі көлемінен 101 отбасыға шартты шартсыз 32 миллион 806 мың теңге ақшалай көмек беріліп, аз қамтамасыз етілген 73 отбасыға әлеуметтік пакет таратылды. Қақпақ ауылы округі бойынша 2020 жылы 26 отбасы 1 миллион 384 мың теңгеге тұрғын үй көмегі, яғни коммуналдық қатты отынмен қамтамасыз етілген. Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасына қатысушыларға жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік грант 13 адамға аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы жалпы сомасы 7 миллион 222 мың 800 теңге өздерінің кәсіптерін жүргізуге берілді. 2020 жылы ауыл округінде күрделі ағымдағы және құрылыстар бойынша тоқталсам. Жалпы 2020 жылы Қызылтаң жалпы білім беретін орта мектебінде күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жылу қазандықтары жаңартылды. Жоба құны 118 миллион 431 мың 174 теңгені құрайды. Мердігер мекеме арт құрылыс жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Қақпақ ауыл округі Қақпақ, Заңғар, Сырлысай елді мекендеріне газ құбыры тарту бойынша бұл бағытта республикалық және облыстық бюджеттен 2020-2021 өтпелі кезеңге 1 миллиард 117 миллион теңге қарастырылған. Құрылыс жұмыстары толықтай жүзеге асса, аймақтағы 1136 отбасы бар 3 елді мекенге көгілдір отын толығымен қамтамасыз етіледі. Бұл яғни 2021 жылға жоспарланып отыр.
жалпы ұзындығы 3-4 шақырымды құрайтын Абай және Бастау көшелерінің орта жөндеу жұмыстарына 2020-2021 жылға өтпелі кезеңге 65 миллион 625 мың теңге қаралып, бүгінгі таңға 2020 жылға қаралған 29 миллион 760 мың теңгеге 1,4 шақырым жерге асфальт төсеу жұмыстары жүргізіліп отыр. Заңғар елді мекенін ауыз сумен қамтамасыз ету үшін облыстық бюджеттен 145 миллион 147 мың теңге қаржы бөлініп, мердігер мекеме Строй жол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі елді мекенге ауыз су құбыры құрылыстары барлық көшелерге толық жүргізіліп, су қоймасының құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Көріктендіру, көгалдандыру және санитарлық тазалық жұмыстары бойынша Қақпақ ауыл округі аумағында тұрғындардың көмегімен әр аптаның арнайы жұма күні тазалық күні деп белгіленіп, арық атыздары тазартылып, арнасын кеңейту, көше бойларын тазарту, үлкен арық атыздарды тазалау бойынша жаппай сенбіліктер ұйымдастырылып келеді. Қақпақ ауыл округі көлемінде жыл басынан қоғамдық жұмысқа тартылған 70 азамат, сол азаматтардың қатысуымен арық атыздарды тазалау, өзен арнасын кеңейту, көше бойларын тазарту, үлкен арықтарды тазалау, көше бойындағы саялы ағаштарды ретке келтіру, түбін әктеу, жол жөніндегі шөптерді шабу, көше тазалығына қарау бойынша жұмыстар жүргізілді. Елді мекендерді абаттандыру, көріктендіру мәселелері бойынша ауыл тұрғындары үлкен көше бойларына, мекеме аулаларына көшеттер егіліп, және осыған қоса арнайы жасыл аймақ бағдарламасы бойынша көшет егілетін жерлер айдалып, тегістеліп, арықтары тартылып, демеушілердің есебінен қураған ағаштар жаңа көшеттермен жаңартылып, жас 1200 көшетпен толықтырылды. Қақпақ ауыл округі көлемінде тағы айтатын бір жай, 2020 жылы Әлтейіп Бауыржан ағамыздың өз қаражат есебінен 300 мың теңге қаржыға тұрғындарға қажетті жолдағы ескі баспалдақты толық жөндеуден өткізіп, ел игілігіне пайдалануға берілді. Қақпақ елді мекенінің тағы бір отбасы тұрғын үй тауқыметінен арылды. Қамқорлықты қажет ететін Сейдалиева Сәрсенкүл апамыздың отбасына демеуші азаматтардың және ауыл тұрғындарының көмегімен үй салып берілді. Құрметті әлеуметтік желі қолданушылар, құрметті ауыл тұрғындары, қысқаша мен баяндамам аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. 2020 жылдың 1 қыркүйегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттің бірлескен отырысында жаңа жағдайдағы Қазақстан іс-қимыл кезеңі атты халыққа кезекті жолдауын жариялады. Бағдарламалық құжатта негізінен еліміздің дағдарыстан кейінгі кезеңдегі дамуы, экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешу жолдары көрсетілген. Мемлекет басшысының жолдауында берілген тапсырмалары ауданда жүйелі түрде орындалуда. 2020 жылы Қазығұрт ауданының маңызды әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң деңгейде болды. Экономиканың басты көрсеткіші жалпы өңірлік өнім өткен жылы 132 миллиард 86 миллион теңгені құрады. 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда өсім 1% құрады. Қазығұрттағы өнеркәсіп өнімінің көлемі өткен жылы 9 миллиард 121,5 миллион теңгеге жетті. Бұл салада 2019 жылмен салыстырғанда 927 миллион теңге өсім бар. Ауданда өңдеу өнеркәсібі де дамып келеді. Былтыр қосымша Асыл Бастау KZ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құны 200 миллион теңгелік Aqua The Best атаулы ауызсу өндіру цехын іске қосты. Өндірісте 10 азамат жұмыспен қамтылып отыр. Өндірістік қуаттылығы жылына 2400 тонна су шығаруда. Қазығұрт ауданы экономикасының басым бағыты ауыл шаруашылық саласы. Бұл салада 46 миллиард 188,3 миллион теңгенің өнімі өндірілді. Өсім 109,8% құрады. Егіс көлемі өткен жылы 4102 гектарға артты. Қазір аудандағы егістік жер аумағы 88,629 гектарға жетті. 2020 жылы арпа бидайдан 115,780 тонна астық жиналды. Түсімі әр гектарынан орта есеппен 24,5 центнерді құрады. Былтырғы жылмен салыстырғанда жоспар 10,270 тоннаға артық орындалды.
көкөніс, картоп, бақша дақылдарынан 20 000 тоннаға жуық өнім жиналды. Қарқынды баулардың көлемі 604,5 гектарға жетті. Жеміс жидектен 19,6 мың тонна, жүзімнен 4,7 мың тонна өнім алынды. 500 гектарға жаңбырлатып суғару жүйесі ендірілді. Жаңадан 8 гектарға жылыжай салынып, аудандағы кешендердің жалпы көлемі 164 гектарды құрады. Бүгінгі күнге жылыжайлардың 2 айналымнан жалпы 40,400 тонна өнім өндірілген. Өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан біз аудан экономикасының негізгі көрсеткіштерде жылдағыда өсім байқалып отыр. Біз өткен 2020 жылда жақсы көрсеткіштермен аяқтап отырмыз. Әсіресе біз ауыл шаруашылығы саласын айтып өтуіміз керек. Осы ауыл шаруашылығы саласында өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім көлемі 46 миллиард 188 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 28,2 миллиард теңге мал шаруашылығының үлесі болатын болса, 17,2 миллиард теңге егін шаруашылығының үлесі. Егін шаруашылығына келетін болсақ, өткен жылы 88 мың гектарға жуық егін егілді. Астықтан гектарынан орта есеппен 24,5 центнерден өнім алынып отыр. Қарт Қазғұрт тауының баурайында мал саны көбейді. Өткен жылы шетелдерден асыл тұқымды 552 мал әкелінді. 2020 жылы облыс көлемінде өткен Алтын күз 2020 ауыл шаруашылығы мерекесінде Қазғұрт ауданы диқандар мен шаруалардың қажырлы еңбегінің арқасында астық өндіруші озат аудан, ет өнімдерін қайта өңдеуден озат аудан, агроөнеркәсіп кешенінің даму бағдарламасы көрсеткіштерін орындаудан озат аудан номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынға ие болды. Сондай-ақ облыс көлемінде Сапа 2002 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, озат астық өндіруші номинациясы бойынша Қарқын 2030 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, озат ет өндіруші номинациясы бойынша жеңімпаз атанды. Мал шаруашылығына келетін болсақ, жалпы ауданда өткен жылдың қорытындысымен өндірілген өнім ет өнімдерінің 25 мың тоннаға жуық ет өндірілді. 56 мың тонна сүт өнімдері, 7 миллионнан астам жұмыртқа өндірілді. Жалпы ауданға тартылған инвестиция көлемі 15 миллиард 329 миллион теңгені құрап отыр. Оның ішінде 10 миллиардтан астам қаражат бұл жеке инвестиция. Біздің ауданымыз үшін өте жақсы көрсеткіш. Осының бәрі аудан еңбеккерлерінің арқасында атқарылып жатқан жұмыстар. Қазғұрттықтар бюджеттік салықтық саясатта тиімді жүргізіп келеді. 2020 жылы аудан бюджетінің көлемі 26 миллиард 879 миллион теңгені құрады. Бюджеттің 81% немесе 21 миллиард 879 миллион теңгесі әлеуметтік салаға бөлінді. Жергілікті бюджетке түскен салықтар мен басқа төлемдер 2 миллиард 57 миллион теңгені құрады. Межеленген жоспар 11%-ға артығымен орындалды. Денсаулық саласы бойынша ауданда коронавирустық инфекциямен ауыратын науқастарды емдеу үшін 20 инфекциялық төсек орын ұйымдастырылған. Бүгінгі таңға Қазығұрт ауданында бір зертхана жұмыс істейді. Аудандық аурухана бойынша орталықтандырылған оттегіне қосылған 65 нүкте бар. Оттегі концентраторы 40 дана. Ауданның жеке кәсіпкерлері өз қаражатынан 10 оттегі концентратын алып берді. Алғашқы келгенде ауырым, бір келгенде жатпай кеткенмін. Екіншіде естісімді білместен скорыймен әкелді. Жұма күні кешке келдім. Бірінші Алланың арқасы, екінші айналайын осы докторлардың арқасынан 2 күн болды адам болып отырмын. 2020 жылы 4 мектеп пен бір қосымша құрылыс нысандарын салуға 916 миллион теңге қаржы қаралды. Қазіргі таңға бір қосымша құрылыс пайдалануға берілді. Нәтижесінде 3 ауысымға өту қаупі бар мектептің мәселесі шешілді. Қашықтан оқыту форматында 1 және 11 сыныптар аралығында жалпы аз қамтамасыз етілген отбасындағы 3056 оқушының бүгінгі таңға 347 оқушы планшетпен, 384 оқушы компьютерлік техникамен қамтамасыз етілді. 2813 оқушыға ноутбук берілді. Оқушылар үйінде білім алуға мүмкіндік алып отыр. Үйде оқиды, денсаулығына байланысты. Сол себептен өкіметке рахмет, үлкен. Үйде оқытылатын жағдайдың бәрін жасап қойған, компьютер берді, мұғалімдар берді, уақытылы мұғалімдар келіп сабақ өтіп жатыр. Мен ырзамын. Балапан телеарнасынан сабақ өтеміз көріп, мұғалімдарға алғысым шексіз.
2020 жыл елімізде волонтерлар жылы деп бекітілген. Осыған байланысты аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты волонтерлар клубы құрылды. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер аудан көлемінде 40-қа жуық акция ұйымдастырды. Жалпы 1000-ға жуық волонтер індеттің алдын алу, таралуын болдырмау жұмыстарына атсалысты. Аудан тұрғындарына 16800 дана медициналық бетперде үлестірілді. Жағдайы төмен және көп балалы 245 отбасыға азық-түлік себеттері таратылды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 2020 жыл еріктілер жылы деп жарияланған болатын. Аудандық жастар ресурстық орталығы жанынан ерікті болу ерлік атты еріктілер ұйымы құрылған болатын. Қазіргі таңда еріктілердің құрамында, яғни 200-ге жуық ерікті жастарымыз тіркелген болатын. COVID-19 пандемиясының алдын алу барысында еріктілер, яғни арнайы топ мүшелерімен жүріп, осы адамдар көп шоғырланатын орындар, орталық, базарлар, саябақтар сияқты жерлерде, яғни алдын алу шараларымен айналысты. Ауданда мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде тышқан жылы 3628 жаңа жұмыс орны ашылды. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрады. Нұр Отан партиясының бастамасымен Біргеміз қоғамдық қор арқылы 1286 азаматқа 50 мың теңге мөлшерінде 64 миллион теңгеге көмек көрсетілді. 150 адам 611 миллион теңге шағын несие алса, 273 адам 152 миллион теңге қайтарымсыз грант берілді. Әлеуметтік төлемдерде уақытылы төленді. Аудан тұрғындарына, аудан көлемінде 240 отбасына 701 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек төленсе, осы отбасыларындағы 1 мен 6 жас аралығында балаларға 102 миллион теңгеге азық-түлік топтамасы берілді. 2020 жылы аудан көлемінде кәсіпкерлер есебінен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 8 үй берілсе, коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 8 коммуналдық үй сатып алынып, үй кезегінде тұрған көп балалы отбасыларға берілді. Қазіргі мына заманның ағымына қарай бұндай үй салу біз үшін оңайға соқпайды. Яғни үлкен шексіз алғыс білдіремін. Алланың разылығына бөлене берсін, Құдай қаласа. 2009 жылдан бері очередьте тұрамын үйге. 15 жыл болды. Әркім есін алында жүрдік квартирада. Көшіп қонып жетіп аламын. Басшыларға рахмет. Өйстіп бала-шағама үй қылып берді әйтеуір. Бала-шағамды жерде өсіріп, өндіріп, бақытты болып өмір сүріп жүре берейік. Мамыр айында жауын-шашын салдарынан бірнеше елді мекен аумағын су шайды. Осы жағдайға байланысты 100-ге жуық ауыл жастарымен бірге 40 мемлекеттік қызметкер көмекке жұмылдырылды. Сөйтіп, зақым келген үйлер қалпына келтірілді. Бір отбасыға үй салу үшін демеушілер тарапынан қажетті құрылыс материалдарын алуға көмек берілді. 13 мамыр күні болған қатты нөсер жауынның салдарынан табиғи апаттың себебінен біздің қора-жайларымыз, асханамыз, үйіміз барлығы жарамсыз болып қалған еді. Содан бері қарай осы Қазығұрт ауданының әкімдері барлығы келіп, қол көмектерін аяп жатқан жоқ. Бәріне рахмет. Сапалы ауыз су, тіршілік нәрі. Бұл бағытта да ауданда ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс атқарылды. Сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы 8 нысанның құрылысына 889,9 миллион теңге қарастырылды. Бөлінген қаржыға су құбыры мүлде жоқ 8 елді мекенге жаңа ауыз су құбырларының құрылыс жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде қамту деңгейі 92%-ды құрады, немесе 59 елді мекен ауыз суға қол жеткізді. Бұға дейін тастақтан тасып іштік, колонкіден, құдықтан тасып іштік. Әйтеуір, мінеке таза су ішіп жатырмыз енді. Рахметімізді айтамыз басшыларға да, мына пейнет қылып істеп жатқан балдарға да бәріне. Үйге кіргізіп алдық, кір жуып жатырмыз, ваннаға түсіп жатырмыз, су ішіп жатырмыз. Қаламен бірдей болды. Мінекей, газ келді, су келді, қаламен бірдейміз әзір.
Қазығұрт ауданының тұрғындарын өркениет игіліктерімен қамту бүгінгі күннің өзекті мәселесі. Оның ішінде тұрғындарға көгілдір отын жеткізу басты мақсат. 2020 жылы 2 табиғи газ нысанының құрылысын жүргізуге 388 миллион теңге бөлінді. Нысанның құрылыс жұмыстары 2021 жылы аяқталады деп күтілуде. Нәтижесінде 51 елді мекен 80% табиғи газбен қамту жоспарлануда. Бірнеше жылдан бері армандаған газымыз келді, суымыз келді. Қаладан кем жеріміз жоқ. Пешкеге от жақпаймыз, далаға шығып күл тасымаймыз. Бұның бәрі үшін мен бастықтарға, аудан басшыларына үлкен алғысымды білдіремін. Қазығұрт ауданының ішкі көшелері де асфальттанып жатыр. Бұрынғы тастақ, топырақ жол көшелер бүгінде жаңаша кейіпке енді. 2020 жылы автомобиль жолдарын дамытуға бюджеттен 1 миллиард 834,5 миллион теңге бағытталды. 107,2 шақырым жолдың 70 шақырым ішкі көшелерінде орта жөндеу және аудандық маңызы бар жолдардың және бір көпірге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Қалған жұмыстар 2021 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен аудандағы елді мекен көшелерінің жақсы және қанағатты жағдайда үлесі 51%-ға дейін артты. Мынау мемлекеттің дамығаны осы көріп тұрмыз. Есігіміздің алдына дейін өмірде көрмеген асфальтты көріп, балдарымыз ойнап, машинеміз шауып, халқымыз қуанып жатыр. Міне газымыз осыдан бір 10 жыл бұрын келген. Құдайға шүкір, міне бәрі елдің бәрі газданған. Міне суланған. Мынау мемлекеттің арқасы, мемлекеттің дамыған арқасы. Мемлекеттің басқарып жүрген жігіттер жасай берсін, мына халықтың қамын ойлай берсін. Халықпен біргеміз бәріміз, халық қалай болса біз де солаймыз. Рахмет мемлекетке. Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы аясында 60 миллион теңгеге орталық саябақ және 80 миллион теңгеге Дендро саябаққа ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бүгінде аудан тұрғындарымен келген қонақтарға барлық жағдай жасалған. Веложолақтар, демалыс орындары, концерттік сахна, су бұрқақтары, сонымен қатар ертегілердегі түрлі мүсіндермен қайта жабдықталды. Бұл үлкен саябақты соңғы жылдары мынау ауданның экономикасы, әлеуметтік жағдайы көтерілгеннен кейін саябаққа да жақсы көңіл бөлініп жатыр. Міне қазір веложолдар салынып, жұрттар демалатын жолдар, осындағы мынау түрлі ашық концерт залы барлығы да жөндеуден өткізілді. Сондықтан қазір енді ұялмай ауданымызға келген қонақтарға да көрсететін үлкен бір саябақ болып отыр. Сондықтан осы саябаққа келіп барлықтарыңызды шақырамын. Әсіресе жаз кезінде демалуға болады осында, мінекей балаларды алып келіп ойнатуға болады. Өткен жылда Қазығұрт ауданда жүргізілген жұмыстардың бір парасы осындай. Атқарылған шаруа аз емес. Қазығұрт ауданда инфрақұрылым жүргізу, өркениет игіліктерін қолжетімді ету жайы басты назарда тұр. Құрметті Қақпақ ауыл округі тұрғындары, қазір ғана біз ауыл әкім баяндамасын тыңдадық. Бейнероликті көрдіңіздер. Енді өзіме жүктелген функциялар мен міндеттердің атқарылуы бойынша іске асыру туралы баяндаманы сіздер аудандық Қазығұрт тынысы газетінен оқыған боларсыздар. Жалпы жаңа айтылғандай, өткен жылдың ерекшеліктеріне қарамастан ауданда жалпы біздің көрсеткіштеріміз жаман болған жоқ. Оған бірден бір дәлелі мынау ауданда өндірілген жалпы өңірлік өнім көлемі биыл өткен жылдың қорытындысымен 132 миллиард 85 миллион 700 мың теңгені құрап отыр. Бұл алдыңғы жылдың кезеңімен салыстыратын болсақ 1%-ға артып отыр. Оның ішінде өнеркәсіп саласында өндірілген өнім көлемі 9 миллиард 121,5 миллион теңгені құрайтын болса, бұл да алдыңғы кезеңмен салыстырғанда өсім 5% құрап отыр. Сондай-ақ басым бағыттардың бірі ауданымыздың ауыл шаруашылығы саласында да өндірген өнім көлемі 46 миллиард 188,3 миллион теңге құрайтын болса, бұл алдыңғы жылдың осындай кезеңмен салыстыратын болсақ, өсім 9,8%-ға артып отыр. Және шағын және орта бизнес саласында да өндірген өнім көлемі 70 миллиард 806 миллион теңге құрап отыр. Алдыңғы кезеңмен салыстырғанда өсім 1,4%. Өздеріңіз көріп отырсыздар, өткен жылдың басында наурыз айында осы пандемияға байланысты төтенше жағдай жарияланған болатын. Төтенше жағдай жарияланған кезде ауданымыздың біраз елді мекендерінде, ауданға кіреберіс жерінде блокпосттар орнатылды.
ауданның орталығында обсервациялық орталық ашылды. Осының бәрін аудан бюджетінен біз қосымша қаражат қараған болатынбыз. Науқастардың саны көбейді, ауруханада орын жетіспеді, біраз қиыншылықтар болды. Дегенмен біз осы қиыншылықтардың бәрінен өттік. Сонымен қатар осы ауданда қанша қиын болғанмен де құрылыс жұмыстары, жөндеу жұмыстары тоқтаған жоқ. Өзімізге алған міндеттемелерді, межелерді біз толығымен орындап шықтық. Енді ауданда атқарылған жұмыстар бойынша жаңағы айтып отырмыз ғой, баяндамада оқыдыңыздар, бейнероликтен көрдіңіздер. Нақты Қақпақ ауыл округіне қатысты биыл қандай жұмыстар атқарылады, осыған тоқтап өтсек, одан кейін өздеріңізбен осының бәрін талқылаймыз. Өткен жылы ауданға тартылған инвестиция, бюджеттік инвестиция көлемі 645,9 миллион теңгені құрап отыр. Жол саласына келетін болсақ, жалпы Қақпақ ауыл округінде ішкі көшелердің ұзындығы 59,5 шақырымды құрайды. Оның ішінде соның 6,7% немесе 4 шақырымы жақсы және қанағаттарлық жағдайда. Бұл әрине өте аз көрсеткіш. Өткен жылы 3,5 шақырымды құрайтын 64 миллион теңгеге Абай және Бастау көшелері жөндеу басталған болатын. Биыл өтпелі, биыл аяқталатын болады. Сонда жақсы және қанағаттарлық жағдайда көшелердің үлесі 12,6% құрайтын болады. Ал мынау қалған 52 шақырым жолды біз алдағы уақытта мынау ауыл ел бесігі жобасы аясында, жұмыспен қамту жол картасы жобасы аясында, басқа да қаржы көздеріменен іске асыратын боламыз. Ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша биылғы жылы Сырлысай елді мекеніндегі су қоймасына жөндеуіне, ағымдағы жөндеуге жергілікті бюджеттен 63 миллион теңге бөлінді. Таза су мекемесі арқылы жөндеуден өтетін болады. Биылғы жылы Қақпақ елді мекеніндегі тәулік бойына сумен қамтамасыз ету үшін жер асты су қорын анықтау жұмыстары жүргізіледі. Бұл жұмыстар былтыр басталған. Жаңа айтып жатырмыз. 9 елді мекен, еліміздегі ауданымыздағы 9 елді мекенде осында жер асты су зерттеледі. Су қоры анықталған соң, осыны жаңағы жобалық сметалық құжаттамалар әзірленетін болады, құрылысын жүргізу үшін. Табиғи газбен қамтамасыз ету мақсатында өткен жылы 1,95,2 миллион теңге республикалық бюджеттен бөлінген болатын. Қақпақ ауыл округіне жеткізгіш газ құбыры және Қақпақ Сырлысай Заңғар елді мекендерінің құрылысы басталып, қазіргі таңда құрылыстар жүргізіліп келе жатыр. Биыл аяқталу керек. Мынау шекаралық аймақтарда орналасқан заставаларды біз былтыр облыстық коммуналдық меншіктен өзіміздің аудандық коммуналдық меншікке қабылдап алдық. Осы заставаларды біз газбен қамтамасыз ету үшін тиісті құжаттарын әзірлеп жатырмыз. Электрмен қамтамасыз ету бойынша үстіміздегі жылы 146,2 миллион теңгеге Заңғар, Сырлысай елді мекендерін электрмен қамтамасыз ету құрылысы жүргізу үшін ауыл ел бесігі жобасына ұсынылып отыр. Сонымен қатар биыл жылы Қақпақ елді мекендегі электрмен қамтамасыз ету үшін сәулет жоспарлау тапсырмалары әзірленіп жатыр. Бұл құжаттар дайын болған соң жобалық сметалық құжаттамалар әзірленетін болады. Сырлысай елді мекенінен 200 орындық мектеп құрылысына 2019 жылы жобалық сметалық құжаттамалар әзірленді, дайындалды. Оның жобалық құны 800 миллион теңгені құрап отыр. Біз осының қаржыландыру үшін салалық басқармаға тапсырыс бердік. Аудандағы ағын су мәселесі де өте күрделі. Ауыл шаруашылығы мақсатындағы суармалы жерлерді ұлғайту және тұрғындардың үй іргелік жерлерін ағын сумен қамтамасыз ету үшін биылғы жылы 8,6 миллион теңгеге үлкен келес магистральды каналдың R2 бөлігіне, сондай-ақ ағымдағы жөндеуден R2A каналы жөндеуден өтетін болады. 157,4 миллион теңгеге R4/4 Қақпақтан Қызылқия өтетін каналда жөндеуден өтетін болады. Сонда мынау су өткізу қабілеті жақсаратын болады. Жаңа мен айтып өттім ғой, мынау жөндеу жұмыстары, құрылыс жұмыстары тоқтаған жоқ. Осы сияқты биылғы жылы елді мекендердің, оның ішінде ауыл округтеріндегі абаттандыру жұмыстары да жалғасын тауып жатыр. Осы бағытта Қақпақ ауыл округіне
биыл жыл 27,3 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Қақпақ елді мекендегі саябақ ағымдағы жөндеуден өтетін болады. Бұл қазіргі бастапқы нақтылаған қаржылар алдағы уақытта жыл барысында қосымша республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен бөлініп жатқан қаражаттарды біз осылай бағыттап отырамыз. Сондай-ақ өзіміздің аудандық бюджеттен үнемделген қаржы есебінен де жоспардағы жұмыстардың бәрін біргелесіп атқаратын боламыз. Қысқаша айтайын дегенім осы. Жалпы енді сұрақ жауаптарға көшсек. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды тыңдайық. Сұрақтар бар ма? Қысқасы, әр жылы қаржыда естік. Бірақ өзіңіз айтпақшы сәл кемдеу, жаңағы су құбырларын жүргізу, толық асфальт, толық орындалмай жатқан өзіңіз айтып өттіңіз. Газ туралы айтты. Газ айтты ғой, осы жылы бітеді. Сол осы жылы бітіп елге берілсе, одан да жақсы болар еді газымыз. Құдай қаласа өзіңіздің алдыңызға кіріп шықтым. Алдағы қойған мақсат керемет өзі. Қуанып қайттық. Рахмет. Істеп жатқаныңызды көріп жатыр. Міне келешекте осының бәрі орындалып, жақсы болып жатса, жақсы ғой енді. Мына пандемияда біраз халық қиналды. Өзіңіз де білесіз, 2 жылдан бері. Сол қиыншылықтар өтіп, жақсы болып кететініне сенімдіміз міне. Бізге ең керегі қақпаққа жарық, асфальт, газ, сол ең керегі. Бірінші оның барлығын айтып, сізге оның бәрін жүктеуімен, ол бар биыл орындалмайды, 5 жылдық бағдарламаны оқыдық. Ол орындалып жатса нұр үстіне нұр. Мына есептеріңізге қанағаттанамыз. Рахмет. Иә, бағана жолды айттыңыз, салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, шынында да Қақпақ ауыл округіндегі ішкі көшелердің қанағаттарлық жақсы деген көшелердің үлесі өте төмен. Небары 6,7% құрап отыр. Бірақ өздеріңізбен келіскенде, біз қазіргі таңда бірінші кезекте ауылдық округке газ құбырларын тартып, су құбырларын тартып болған соң, біратала бір жұмысты екі рет істемеу үшін, содан кейін асфальттау, жарықтандыру жұмыстарын жоспарлап отырғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Өткенде өзіңіз маған келіп жеке қабылдау болған кезде, сол кезде сол келіскенде біз биыл тағы да қосымша мынау үнемделген қаржы есебінен Қонаев көшесіне, Абай көшесіне жарықтандыру жүргізу мәселесінде қарастырып жатырмыз. Тағы сұрақтар бар ма? Саламатсыз ба? Мана есепті жақсы айтылды, мекені өзіңізді жақсы айттыңыз. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, мынау кіреберіс заманымен кейінгі пайда басталса, екі ауылдың электр желілері аварийный жағдайда. Осыны жаңа сіз айтып кеттіңіз ғой, ПСДС бітсе биыл осыны осы бірінші кезекке қойсаңыздар өтініш. Мына бюджет жыл көлемінде қайта айтып жатқан кезде соны бірінші кезек қойсаңыздар. Екінші бір айтқан мәселе, біздің мынау комсомол дейміз, Айнатас дейміз. Айнатас тақпақ жолы тозып кетті. Автомобиль жол. Ол облыстық маңызды жол. Осы жолдың капитальный жөндеуге сметасында дайын, несінде дайын облыстық жол басқармасында. Осыны ертіп, ана жаңалықтардың жол ұқсатып, жоспарға өзіңіз атсалыссаңыз. Үшінші, соңғы айтатыным, 5 жылдай қызметтес болдық,
осы 16 жылдан кешегі 19 жылға дейінгі берген көмектеріңіздің арқасында көп жұмыстар істелінді. Біз Шорабаев Ержан бұрынғы әкіміміз екеуміз бәрін қатырдық десек ол артық айтқан болады, бірақ сіздің көмегіңіздің арқасында көп жұмыстар істелінді. Әсіресе мына былтыр 3-ші мәрте осымен мен өзім пакетке жасап, газдың құрылысы басталды. Жаңа өзіңіздің есебіңізді айтып кеттіңіз ғой. 1 миллиард 200 миллион газдың жоқ. Сізге үлкен рахмет, Бақбергенге үлкен рахмет. 300 миллионы бөлініп жұмыс басталынды. Биыл 724 миллионы бөлініп отыр. Сондықтан осы қақпақтың газдандыруын сізге ендігі айтар өтінішіміз, өзіңіз бас болып, әсіресе мына Бақберген аудандық газдың басында екен екеуі контроль жасап, сапалы істетіп болсақ дейік. Жалпы 5 жылда істелінген жұмыстарға, әсіресе мына қақпақтың газдандыруына сізге мен қақпақтың атынан басын рахмет айтамын. Рахмет жұмыс. Рахмет. Жаңағы облыстық маңызы бар жолды айттыңыз, Айнатас қақпақ. Бұның дұрыс айтасыз, жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп қойған, дайын. Оның жобалық құны 720 миллион теңгені құрап отыр. Бұл салалық басқармаларға тапсырып қойды. Алдағы уақытта қаржыландырады деген үміттеміз. Сол сияқты мынау электрмен қамтамасыз ету бойынша өзіңіз әрбір сессияда көтеріп айтып отыратын мәселе еді. Мынау Заңғар, Сырлысай елді мекеніндегі электрмен қамтамасыз ету құрылысы бойынша да ауыл ел бесігі жобасына ұсынып жатырмыз. Қолдау тауып отыр. Биылғы жылы осы жобалық құны 146 миллион теңге құрылысы басталады деп күтіп отырмыз. Жұмыстар жүргізіледі. Бүгінгі сіздің ауыл әкімшілігімен, ауданның әкімшілігінің есебін тыңдап, біршама көптеген жылы әкім болып келгендері қарай жұмыста Қазығұрт ауданында үлкен істелгені дәлелден көрініп отыр. Барлығымызды көріп, сонышта Қақпайдың тұрғындары өзінің елінде сол қаншалықты жұмыс істелгенін көріп отырмыз. Әкім мырза, әрине істелген жұмыс, сырттан келген негізін тарту, жаңа технологияны ендіру, бұл әрине әкім мырза сіздің еңбегіңіз, ауданда кіріп жатқан тілшіліктер, бұны бәрі түсінеміз. Мұны істеген азаматқа тағы да сіз ұсыныстарыңыз бар. Істеген азаматқа айтылады, қолынан кеткен. Мұны аудан бойынша жол жағы шағалды, шағал одан кейін асфальттау дәрежесі сенсе деген істеліп жатқан жерлер бар. Істеліп қалды, шағал түзеліп, асфальттанған аудан бойынша әрбір округтерінде кемінде бір километр берілген, біршама километр істелінді. Осыған қарайтын бір мекеме ашылса. Ол істелген істелінді, енді уақытында кішкентай қараттырмаса, сонда бір мекеме ашылып, сол жолдарға кішкентай күтімі жасап. Соған бір арнайы бір мекеме ашылса деген. Екінші, мына ауданымызды Қазығұрт ауданында Шардулар елді мекен, Қызылқия елді мекен, Қақпақ елді мекен 10 мың гектарға жуық суғармалы жері бар. Осының ішінде сол суғармалы жердің ішінде кейбіреулерінде мал қоралары орналасып қалған. Сол мал қораларды ауыл әкімдіктеріне кішкентай ескерту жасасаңыз, бір жылда емес әрине біртіндеп соны жайылым жерге көшіріп, қораларын сол жаққа көшірсе деген өтініш бар. Өйткені ол мал тұрған жерде осы соңғы жерде мынау Қойтүкен, болмаса жаңағыдай Сарышымауық дегендер басып кетіп жатыр. Осыған кішкентай соны көптеген ескерді. Соған соң ауыл әкімдері, әсіресе ауыл әкімдері суғармалы жерде отырған азаматтарға үлкен бір көмек қолғабыс болған болар еді. Соған соң азаматтарымыз, ауыл әкімдері бірден көшіре алмайынша, артында ескертсе, сол келешек сол азаматтар таулы жайылым жерлерге көшірілсе, халықтың өтсе. Бірақ жоғышқа егіп, амаса жағы егісіге азаматтарға уақытысында бір елер келеді. Масат дейміз ғой, болмаса жағы жоғышқа бір аурудың түрі түседі.
соны обработка жасайтын ауданда бір химия защита мекеме бір сол ашылса, сол азаматтар уақытысында келген уақытта сол елін қалай күресемін, болмаса күресейін десем, әр болмай, соған ауыл шаруашылығы сондай бір арнайы бір кішкентай ашса, азаматтарымыз, диқаншылар азаматтар осының өзін сондай бір ересі үлкен бір көмек болған болар еді. Содан кейін мынау әсіресе тағы бір айтайын деген әкім болса, мынау ауданға кіріс беретін ауыл шаруашылық бөлімі ғой. Сол ауыл шаруашылық бөлімі орынбасары өзіңіздің өзіңіздің қараңызға алып, сол азаматтардың мынау кәсіпкерлер палатасы, ауыл шаруашылық басқармасы ауылда не істелі, не қойып жатыр, не артық, не кем, қайға барып өткізу керек, қалай оны жағу керек деген сияқтынан айналысатын ауыл шаруашылық бөлімі ғой әрине. Осы сіздермен тығыз байланыста болып, халықтың заттарын жыл басынан сол азаматтарына келісіп, өндірісі әрбір ауылдардың астықтап, өскөгенсіна қанша, болмысы жағын демшекет қанша жүресін, оны өткізген осындай жерлерге үлкен тапсырма беремін деп, сондай сіздерге ақпарат беріп отыратын болсаңыз, болсаңыз, осы азаматтарды кішкендер қолға алсаңыз. Ауылдың өндіріп жатқан азаматтар өзінің мәлімін өндірген екен, қайғы өткіз жағын бір азаматтар айланысып болса, өндіріп қайғы беремін білмей отырған азаматтар ауылда еттеп кездесіп жатыр. Осыған бір кішкентай көңіл бөліп, ауыл шаруашылық бөлімі тікелей істесе, сізге хабарлап отырса, онымен алдында көріп отырсыздар ғой, осыдан 1-2 жыл бұрын Алматы облысы жүгері қайғы өткізерін білмеген, бұлтты жамбыл ауыстығы сақыл қайғы өткізерін білмеген, сол сияқты осындай дегені алдын ала ауыл шаруашылық бөлімі қатты жұмыс істесе, сізде бізде халқымызда кішкентай байланыста болып отырса, үлкен бір көмек болған болар еді. Осы жағын еске алсаңыздар. Жалпы мырза алдағы сөйлеген азаматтарда бәрі де көріп отыр жұмысыңызда, ауданға келіп жұмыстар істеп жатқан, келетін азаматтарда жаңағы қосымша беріп жатқан тапсырмамыз сол, қолыңыздан келетін болғаннан беріп отырмыз. Жұмысыңызда қанағаттанып жұмыстарыңа алла баса берсін. Рахмет сізге. Мынау көтерген 5 мәселені мен жазып алдым ұсыныстарыңызда. Жайылым мәселесі, бұл жөнінде тиісті жұмыстар атқарылып жатыр. Биылғы жылға нақты жоспарымыз да бар. Жаңағы сіз химзащита сияқты бір мекеме құрылса деген мәселеңізге айтқым келіп жатыр. Бұл қазір мемлекет тарапынан бұндай мекеме құра алмаймыз, себебі бұл саланың бәрі бәсекелестік ортаға беріліп кеткен. Мынау ауыл шаруашылық бөлімі аудандағы жұмысын ісін бастаймын деген шаруаларға, кәсіпкерлерге қолдау көрсету бойынша нақты тапсырма берілген кәсіпкерлік бөлім мекемеден. Тек өткен жылдың өзінде жаңағы бизнес бастау бойынша жобасы аясында болсын. Басқа да жаңағы мынау қаржыландыру істері арқылы біздің ауданымызға біраз несиелер берілген болатын. Осының бәрі қай уақытта беріліп жатыр, олар қаншалықты атқарылып жатыр. Шында да осыны ауыл шаруашылық бөлімі мен кәсіпкерлік бөлімі қадағалап, ауылдарға айтып, жеткізіп, түсіндіріп тұру керек. Тағы да сұрақтар бар ма? Сөз аудандық мәслихат хатшысы Көпеев Өрісбай Бұқарұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті Қақпақ ауылының ауыл округі тұрғындары. Бүгін біз сіздермен 2020 жылы өздеріне жүктелген 96 міндеттер төңірегінде атқарылған жұмыстар жөнінде Қақпақ ауыл округінің әкімі Мақсат Заитовтың және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының есептерін тыңдадық. Жалпы енді қалыптасқан жағдайға байланысты қазір осындай форматта өтіп жатыр. Дегенмен айта кету керек, барлық елді мекендерде осы қазіргі уақытқа дейін өткен есептердің барлығында ауыл азаматтары осындай әлеуметтік желіге шығып
тығыз байланыста болып, өздерінің көкейіндегі жүрген сұрақтар мен ұсыныстарын айтып жатыр. Өте үлкен белсенділік танытып жатыр деп айтсам да болады. Сондықтан сіздерге де рахмет. Ал енді есепке келетін болсақ, енді барлықтарыңыз білесіз өткен жылғы жағдайды. Соған байланысты көптеген біздің жоспарлаған жұмыстарымызды екінші планға қоюға тура келді. Соған қарамастан білесіздер, аудан облыста ауыл шаруашылығы саласы бойынша білесіздер, енді ауыл шаруашылығы саласы біздің экономиканың негізі. Осы салада біздің жеткен жетістіктеріміз орасан зор. Осы жеткен жетістіктерге қақпақ елді ауыл округі тұрғындары да өздерінің қомақты үлесін қосты ғой деп ойлаймын. Ал енді құрметті жерлестер, мынау мақсаттың есебін тыңдадық. Жаңа жалпы ауыл округінде атқарылған жұмыстар аз емес. Енді жаңадан сіздерге қызметке барды, сіздердің тараптарыңыздан қолдау да көріп жатыр. Алдағы уақытта да сондай болатын шығар. Неге? Себебі біз жаңадан сайланған әкімдеріміз қазірдің бет алыстары жақсы, белсенділігі де жақсы. Әрине, барлық мәселені бірден шешіп жүру тікелей ауыл әкіміне де байланысты емес шығар. Ол түрлі себептер бар. Түрлі объективті, субъективті себептерге сәйкес кей кезде жоспарланған нәрсе жүзеге аспай қалады. Бұл дегенмен ең үлкен мәселе, істеп жатқан азаматтарымыз үлкен белсенділік танытып, осы елді мекеннің проблемаларын көтеріп, соны шешуге бағытталған іс-әрекеттері көрініп тұрады. Ал енді аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының атқарған жұмыстары жөнінде Қазығұрттың ісі газетінен өздеріңіз барлығыңыз оқыдыңыздар. Қазір тағы да айтылды, оның ішінде Қақпақ ауылына, ауыл округіне байланысты істелетін жұмыстар жөнінде. Дәл осы айтып жатқан мәліметтер, келтірілген цифрлардың барлығы біздің кешегі сайлауалды бағдарламамызда көрсетілген цифрлар мен мәліметтерге дәлме-дәл келіп отыр. Бұл деген сөз біздің атқарайын деп жатқан алдағы жоспарлаған жұмыстарымыздың барлығы де жай сөздер емес, нақты фактілермен, нақты негізделген жоспар екендігін көруге болады. Жаңа айтылып кетті, мен енді осы жерден бір-екеуін келтіріп кетейін. Мәселен, өндіріс Көктөбе арқылы жаңағы Қақпаққа тартылатын жол жөнінде 20 шақырым төңірегінде, осының барлығы біздің бағдарламамызда, сайлауалды бағдарламамызда бар. Осы мәселені біз бәріміз айттық, осы жұмыстардың атқарылатындығын. Сондықтан енді алдағы уақытта да әлі бірқатар жұмыстар бар. Жаңаға өздеріңіз көтеріп жатқан газдандыру, ауыз су, ағын су мәселелері, осының барлығын алдағы уақытта бірлесіп атқаратын боламыз. Сондықтан енді мүмкін бір кем-кетіктер де болған шығар, назардан тыс қалып қойған жағдайлар да болған шығар. Оның барлығы алдағы уақытта ескеріліп, біз алдағы Нұр Отан партиясының сайлауалды бағдарламасы, ал енді Нұр Отан партиясының Қазығұрт аудандық филиалының төрағасы аудан әкімі болып есептеледі. Аудан әкімі, сондықтан осы жұмыстардың барлығы да алдағы уақытта жүзеге асады ғой деп сенемін. Ал енді атқарған жұмыстарға келетін болсақ, ауыл әкімі Заитов Мақсаттың және аудан әкімі Төлеген Тұртайұлының 2020 жылдары атқарған жұмыстарын қанағаттанарлық деп есептеймін. Рахмет. Басқа келіп жатқан сұрақтар бар ма? Егер де басқа сұрақтар болмаса, осыменен тікелей эфирді аяқтаймыз. Жазбаша қойылып жатқан комментарийда жазып жатқан сұрақтар болатын болса, оның бәріне бүгін біздің мамандарымыз өзім жауап беретін боламыз. Рахмет сіздерге. Сау саламат болыңыздар.